Даланың бәрі әппақ. Армысыздар, құрметті көрермендер. Қайырлы күн, қайырлы таң баршаңызға. Бүгін міне қаншасы? Қаңтар айының 20-сы. Қаңтар айының 20-сы. Даланың бәрі әппақ кілемге оранды. Қарала қыс болады деген қар басып тастады. Қар басты. Айналаның бәрі әппақ қар. Аттың шашасынан асып жығылады. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сиырға шөп шасып жатырмыз. Кешегі алдыңғы қар біраз жерде әппақ кілем көріп, мінекей сиырларға өріс ашылмай қалды. Жайылымға шыға алмайды. Сондықтан міне шөпті шашып жатырмыз. Міне шөптің жағдайы осы. Мынау алдыңғы партия жақсы келген партия. Бетеге шамындықтың шөбі, қырдың шөбі бұлашқанда бетегесі бар, басқасы бар. Айбат шөп болып тұр бұл. Аяз деген ұрып тұр. Таудың бәрі міне әппақ кілемге оранды. Осылай. Міне буаз құнажындар мыналар. Енді бір-екі уайын деп жүрген сиырлар бар, оған жем беріп бастау керек. Ақырындап жем беріп. Осындай. Міне мына сиырда жақындап қалды туатын сағаттар. Шөбіміз мынау. Міне жарты рулон алып қалдым. Жарты рулон кешке берем, немесе ертең берем. Тойғандарына байланысты. Міне мынау жиналған рулондар. Ар жағында пресс бар. Солай достар, давайте. Лақтар жүрмен. Шөп жеп, аттың шөбіне жағаласып. Міне мына жерге тайыншаларға шөп сақ қойдым. Бұл араға тайыншаларды бөлек кіргізіп, сиырлармен бірге жесе тайыншалар, оларды сиырлар сүзіп тастайды. Сосын дұрыс жей алмай қалады. Жағаласып бір-біріне. Сондықтан бөлек берген дұрыс деп ойлаймын. Мынау жаңағы ойған суаттарымыз сиырларға. Мынау тайыншаларды бөлек әкеп суғарып жатырмын. Әйтпесе үлкен сиырлар сүзіп бұларды ішкізбейді. Бұларға ішкізбей. Бұлар сосын қорқып үлкен сиырлардан четте қалып ішпей қалады көбінесе. Осылай жеке айдап әкеп берген жақсы болады. Мына жерден жақсы су келіп жатыр. Мұздың ішінде, бірақ қызыл су қаптай алмай жатыр. Мұздың бетіне шыға алмай. Қызыл су қаптаса жақсы болатын еді. Қайырлы түн, құрметті достар. Міне кеш бата қараңғы түсе. Керайғырдың үйірі келді үйге. Сол керайғырдың үйіріне аш қалып қалмасын деп 5-6 түйікті, 4-5 түйікті шашып берейін деп жатырмын. Міне ай деген жап-жарқ, дала деген жап-жарқ. Міне ай деген жап-жарқ. Жұлдыздар тұр жымыңдап. Дала деген әппақ қар. Менен шашып қойдым шөптерді, қазір беремін. Ал жеңдер жануарлар.
Шөпті көрмей тұр. Тұзды көріп тұр. Бұйырса биылға туама деген үміттемін бұлар. 3 жыл болды бұларды туат деп. 2,5 жыл почти болды күтіп жүргелі. Енді осы биыл көктемде туат шығар деген үмітіміз бар. Құдай қалап. Сол достар. Іш тастап жермесін деп шөп беріп жатқан жағдай. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Достар, қалайсыздар? Ағырайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Міне түнімен керайғырға үйде қамап шөп беріп түнді. Енді қазір мына суатқа кеп суғарып жатырмын. Бұлардың су ішпегеніне де біраз болған шығар. Суат ойдырып ап, өрісі бар жаққа айдаймыз бұйырса. Мынау Қаратауға қаратай былтыр жүрген жағына қарата айдап апарып. Сояқта біраз шөп бар еді, соны жей тұрсын біраз уақыт. Сол аяз деген ұрып тұр бізде. Өткенде бір кісі айтып еді және қар жемей су ішіп жүрген жылқы іш тастауы болмайды деп, сол үшін мені суғарайын деп тұрмын. Қар жеп жүрген шығар осы уақытқа дейін. Енді арасын үстіп бір су ішіп қойсын деген оймен. Ойларыңызды пікірлерге, комментарийге жаза кетіңіздер пікірлеріңізді. Хейда. Қалайсыздар? Қайырлы кеш достар. Мынандай мөшектен мынандай дорба жасап қойдым. Мына туайын деп жүрген сиыр. Аз уақыт қалды мен. Ақырындап қарны дәуіп желін салып келе жатыр. Оның үстіне кішкене күйі біраз түскеннен кейін осыған бір уақыт жем беріп жатырмын. Осылай дорбамен басына таға саласың. Басқа сиырлар қанын ішпейді, жей алмайды, өзі ғана жейді. Осындай дорбадан жасап қою керек. Біреусін жасап қойдым мен. Кәдімгі мөшек, 25 килограммдық мөшек жақсы болады екен бұға. Жасағанға. Қой, таласпа. Басқалы сиырлар жей алмайды. Басқа бір ысқа сатып берсең, басқалары жеп тастайды. Қойындар, Міне достар, бүгін 4 сиырға дорба жасадым. Кеше біреу ағайды. 3 қостым тағы да. Міне бір сиыр, 2, 3, 4 жеп тұр. Бір жегенде 4 сиыр жейді. Анау жеп болып олшы. Бірдемде. Мынау үйремей жатыр тұрсы. Міне сиырларды суғарып жатырмыз. Алатаудан аққан ақбұлақ. Судың бетін бәрін мұзғатып жауып тастаған түгел. Коньки тебуге болады. Мына жерде ойып былайынан артезиан шығарып жатырмыз. Мына судың бәрі мұзғатқа соң жиналады да. Сосын судың бетіне шыға алмай қысылады. Арықтың бойыменен, көлігіменен. Сөйтіп міне қысылған су. Мына жерде мұзды бірақ көтеріп шығарған жарып. Содан менен ломды тығып қалып міне. Қалай атқылап жатыр. Артезиан бұл атқылап жатыр ғой. Керемет. Қысылып аққан су. Неше күн жиналып шыға алмай жатқан сулар ғой. Арық болып жатыр. Осылай достар, сиыр суғару. Қайырлы күн, құрметті достар. Мынау естеріңізде болса, былтырғы қанды айғыр, қанды деген атқа ие тор айғыр, осыны көктемде пішіп тастаған болатынмын. Енді осы мына бір бие бөлініп жабағысы менен соны өзі емденіп қайырып апты. Маған сес көрсетіп қояды, анан қара, құлақты жымырып. Әлде айғыр, анан қара,
Қазір ана қоңырайырға апарып қосамыз. Сонда көрем жағдайыңды. Қалай болатын? Өй, анаң қара кең. Ал қалайсыздар құрметті достар. Мына торайғырдың үйірі. Торайғырдың үйірін шөп айдайын деп бара жатырмыз. Тайларын бөліп алып қалу керек болды. Міне сүтін. Тайлар деген шешелерін еміп арықтатып жіберді әбден. Одан сайын арықтамас үшін енді алып бөліп алып қалу керек. Жайлауға шығып кетті. Жайлауда дым жоқ дейтін. Әйтеуір байқұстар сабылып жүр әйтеуір. Жан жақта сабылып жүрген жылқы. Жүріндер. Торайғырдан жаққа тастап өздері кетіп қалыпты мына жаққа. Келдер. Я бет. Не істеп жүр мына жақта білмеймін. Шөп іздеп шығып кетіпті. Қайықтағы шөп бұл жақта. Жайлауда жаздай қойды ғой дейсіңдер ме? Бәрін жеп кетті. Бізді келін жүрген естіп. Қай жерде шөп бар деп. Әйді. Қасқарайым. Омырт бол. Апақ сапақ уақыт. Күн қызарып батып жатыр. Мына жақтан ай шықты мінекей. Айда толып қалды. Ай деген жап-жақ. Жылқыны айдап әкеп, шөп шашып беріп жатырмын. Жылқыларды айдап әкеп, шөп шаштық. 21 бас жылқыға 10 түйек шаштым. Жетеді деп ойлаймын, көп болып кетпесе. Түнгіге жетеді. 20 бас жылқыға, 20 деп қойым. 20-ға 4 түйек 2 басқа. Осылай достар, қош аман, сау саламатта кездесейік. Әкенің ауызы күйін. Ақбақа екеуміз мынандай беттен жаңа біреу жылқыларды қуалап келатып шеше. Бетке құладық та. Менің аяқ киім шешіліп қалды. Сөйтіп жалаң аяқ мәсіменен қайтаға төбеге шығып күтіп тұрды. Жануар тастап кетпей. Кеңнің аузы. Осындай жағдай. Бұл неше жағдай болады бұл таудың басында. Көрмейсің мәмін. Қайта құдай сақтап, аяқ киім өз шығып кетті. Аяқтың өз шығып кетті үзеңгіден. Аллаға шүкір деп. Абырой болғанда. Мына жылқыны қаршы тұрған жерлерін. Кеңнің ауыз сүйген малдар. Әй! Бұлар. Мына қаршы тұрған жерлерін. Кеңнің ауыз сүйгендер. Әйда! Әйда! Міне. Тұр. Не болды соншама? Болды. Жағдайы жақсы. Семіз жал деген күжірейі баған. Қазір бойын өлшеймін. Так, міне достар. Мынау кешегі бөліп алып қойған тайлар 2023-тің құлындары. Жабағылар әлі шешелерін ұмытар емес. Кісіне базынап шешелерін іздеп тұр. Күйлері жақсы әзірге. Шешелері жүдеп кеткен. Сол үшін алып қалдық.
Және міне мына бие бір жабағы осыныкі. Бұл да жүдеп кеткен әбден. Қолын сорып тастаған. Жүдеп кеткен соң бұны да үйге алып қалдық. Жүдеу жағдай. Міне сиырлар деген рахат жатыр. Чөпті жеп қойып, күн шуақтап, астына салып жемеген таптап әншейін. О, рахат деп. Бұйырса бұлар да буаз боп, аз қалып туайын деп. Ай күндері жақындап, құнажындарында